Сәлеметсіңдер ме балалар? Саламатсызба, күніңіз сәтті өтсін. Рахмет балалар, бүгінгі күні сендерге де сәттілік тілеймін. Сәрсенбінің сәтті күні тек қана Алладан ғана сәтті күн болсын. Бүгінгі неше уақыттан бергі қоғалып жүрген сабағымызды бастаймыз. Отыра көріңдер. Сабағымды бастамас бұрын балалар, әдебиет сабағы болғандықтан кішкене шабытым ашылып, өлең жолдары келіп жүр. Қалай тыныштықпен күн шығуын, көрмесең екен адам көсілуін. Жайқалған білім деген бәйтеректің гүл жарған көктемдегі бір шірісіндер. Дегеде балалар сабағымызды бастамас бұрын осындай бір әдемі көңіл сыйларын берді. Ал енді балалар, бірінші біз сабақ уақытында не істеуіміз керек балалар? Бірінші тәртіпте боламыз десек, ұйымшыл боламыз десек, сабаққа белсенді қатысамыз десек, өте жақсы, керемет балалар. Ал енді біздің өткен сабақтарымыз, яғни жыраулар поэзиясына саяхат жасап жатырмыз балалар. Жыраулар поэзиясының көркемдік ерекшелігі, тілдік ерекшелігі, олардың бізге берген жаңағы аманат етіп қалдырған, ұрпақтан ұрпаққа яғни сендерге қалдырған үлгі өнеге асыл мұраларымен бүгін таныс болады екенбіз. Енді біз өткен сабақта балалар кімнің шығармасын өттік? Және кіммен таныс болдық? Шалкиіз Жүрешіұлы, біздің жырауымыз қай ғасырда өмір сүрген? 15-ші ғасырда өмір сүрген. Өткенге шолу жасашы балалар. Үй тапсырмасын пысықтап алайық, иә? Үй тапсырмасын пысықтамас бұрын балалар 7 саны қандай сан балалар? Киелі сан, иә? Менің тізімімде, яғни менің тізімімде 7-ші санда кім тұр екен? Қазір көреміз. 7-ші санда аяулым. Орнынан тұра қой. Тақтаға қараймыз. Сұрақ беріледі. Өткен тақырып бойынша сол сұраққа жауап береміз. Я? Сұрақ оқимыз. Қандай шығармалар келесіз? Танысамыз, Кәні? Бейбісі болады ма? Біз Шалкиіз жыраудың Асқар деген шығармаларын өттік, және де Асқар қал. Жақсы. Қоғалы көлдер деген шығармалармен таныс болды. Жақсы. Сұрақ қойыңыз. Жырау қай жылы дүниеден озды? Шалкиіз Түленшіұлы 1760 жылдары дүниеден озды. Жақсы. Дұрыс па балалар? Өте жақсы. Келесі өтетін қадамымыз, яғни жаңа сабағымыз. Бүгінгі біздің жаңа сабағымыз балалар, сабағымыздың тақырыбы Бейтемір бейнесі. Біз өткен сабақтарда балалар, бұл кісінің Шалкиіз жыраудың толғауымен таныс болды, тақырып пен идеясын ашып алды. Енді балалар біздің мақсатымыз жақсылап оқып алайық. Көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама кейіпкерлерді, яғни мінездеулерді жіктеу, Бейтемір образын талдау, және де мінездеу түрлерімен танысу, сонымен қатар Шалкиіз толғауындағы кейіпкерлерге сипаттама беру. Бұл біз балалар осы әдебиет теориясы бойынша шығармаларды талдап, сабақтың күн бойында жүргізіп отыратын жұмыстарымыз, бұлардың ешқайсысы бізге жат емес. Келесі балалар, жаңа сабақта тыңдамас бұрын кішкене экранға назар аударайық. Ол әділет үкіметке бидің кеңесшісі болумен қатар қараша халыққа бидің ақыл-ойының кемеңгерлігін көрсете білді. Бүгінде Шалкиіз Түленшіұлының 600-ден астам жыр шумақтары біздің дәуірімізге жетті. Жыраудың жағындай өткенге өмірі, шығармашылығы, толғауларымен біз жақыннан таныс қылды, өткен сабақтан бері танысып, өмірі, шығармалары, оның шығармаларын тақырыбына нені арқау еткен. Енді осы бойынша видеодан көргеніміздей тапсырмаларды орындап жіберсек. Және де ол тапсырмаларды орындамас бұрын балалар
сабағымыздың мақсатында айтылып келмей, тура және жанама мінездеу дегеніміз не? Осы туралы кішкене тағы бір мағлұмат алып өтейік. Ал жалпы тура және жанама мінездеу дегеніміз не? Жазушы кейіпкердің сыртқы портретімен қатар ішкі портретін, яғни мінез-құлқын, наным-сенімін, дүниеге көзқарасын суреттейді. Әдебиетте мұны мінездеу дейді. Видеода көргендеріндей, біз шығарманы толғауды істеп қалдық, жаттадық та, оқыдық та. Енді осыны қазір біз дәптерге түсіреміз. Қазір бірінші топта мен толғау тобы деп қойдым атауын. Ұялы телефондарымызды аламыз. Ұялы телефонды алып, мына видеода не көрсетілді? QR-кодтар бар, меморис программасы тартылған. Осыған саламызда видеода не көрсетілді? Аңшықтап дәптерге жазып қоймайтын боламыз. Екінші топқа тапсырмалар. Мінекей, бірінші топтың тапсырмасы балалар, толғау тобынікі жанданған фото дейді. Ұялы телефонымызды алдарында тұрған фотоға не қыламыз, қоямыз, сол кезде видео ашылады. Сол видео арқылы жұмыс жасаймыз. Екінші топтікі QR-код арқылы, QR-кодымыз бар біздің. Мінекей, мына парақты берем сендерге, осындағы тапсырманы дәптерге орындаймыз және де оқуды пайдаланамыз. Келесі, үшінші топ. Барлықтарыңыздың ұялы телефондарыңыз қолдарыңызда, мен сендерге сілтеме жібердім. Сілтеме. Бұл электронды парағатсы деп аталады. Сол сілтеме бойынша сілтемені ашып беруші. Өзінің сәл қаннан төменірек ұстап тұрда. Ал енді балалар, видеодағы ақпаратпен жақсылап таныс болдық, біз түсіндік па екі топ? Түсіндік па екі топ? Келесі екінші топ. Жырау тобынікі тапсырмасы жасырынған тапсырманы орындау болатын. Бізге берілген тапсырма толғаудағы теңеулерді негізге ала отырып, Бектемір мен образына тура және жанама мінездеуді табыңдар. Тура және мінездеумен. Тура мінездеу, ол Бектемірге бірінші толғаудағы мына үзіндіде. Көп ішінде бір жалғыз, көп мұңайып жылайды. Күйбек есінен көп жаман сөз дегенге ұқсайды. Ал алпасқан, арабы торым өзіңсің. Жазылы алтын қол кескен, алдаспаным өзіңсің. Білерді білмес не демес сұлтан мен сенемін, бармай тапқан қақпан. Дегеніміз, сен алтынсың, мен бұлмын, сен жібексің, мен жүрмін, сен сұлтансың, мен құлмын, сен сұңқарсың, мен құлмын. Яғни бұл жанама мінездеу дегеніміз басқа кейіпкердің көз қарасы. Өлең жолдарына мысал келтіреміз оқулық арқылы. Мысалы, Шалкез жырау Бектемірді алтынға теңеп тұр, жібекке, сұлтанға, сұңқарға теңеп тұр. Яғни бұл жанама мінездеу, жалпы айтқанда теңеудің бір түрі. Яғни әдебиет теориясы бойынша. Жақсы, ал үшінші топтың тапсырмасы жыршы тобы. Берілген сілтеме бойынша сұрақтарға жауап беру керек еді. Тақырыбы да болды. Біріншісінде бізге Бектемір. Бір сұрақты ашып жүрміші. Бектемір кім деген? Бізде Бектемір едігенді мансұрдың туған немесі, ноғай ордасын құрған, ақын жырау тағы басқасы. Және де тура және жанама мінездеулермен таныс болдық. Енді барлықтарына сендер жасырынған видеоны таптыңдар деп ойлаймын. Және де Бектемір туралы ақпаратты толық жеткізе алдыңдар деп, берілген сұрақтарға толық жауап алдық. Және де мінездеу түрлерін не істедік? Ажыратып және таба білдік. Келесі балалар, енді орындайтын тапсырмаларын барлықтарына ортақ тапсырма, яғни микрофон әдісі. Бірінші аудио жазбаны тыңдап аламыз. Содан кейін барып, Бектемірдің нақты, анық қандай мінезін байқады. Соны біз дәптерге түсіреміз. Енді балалар бұл терме нұсқасындағы Бекболат
болат рухани орындауда енді осыны барлығымыз бірге дәптерге қағазға түспеген. Не байқады? Нақты мінезін әркім өзінше жеке жұмыс жасайды. Өз сөзімен, өмірмен байланыстыра біліп, айта ғой. Ол менің ойымша адал адам болған. Бірақ ол өзінің халықтың сөзіне еріп, халықтың сөзімен еріп кеткен. Жақсы, тағы кім жауап береді? Меруерт. Шалки естіген жылы өз еліне мақтанышы болған. Мақтанышы болуына, оны ұлы ретінде суреттеген осы біздің шалымыз болады, Шалки. Жақсы. Келесі біздің тапсырмамыз енді кішкене тақырыпты пысықта жіберген. Барлығымыз ұялы телефондарды алыңдар қолдарына. Белгілі біздің жаңағы үй тапсырмасын пысықтауға осы керемет не екен, тақырып программасы екен. Бәріміз кіреміз. Тест сұрақтары соларға жауап жазған. Шалкиіздің қандай шығармасымен таныстыңыздар? Сұраққа жауап береміз, е? 8 дұрыс жауап бар екен. Бейтемір. Шалкиіздің яғына дұрыс шығарған. Тездетеміз. Диас. Жақсы, енді балалар мен осы жерде жаңағы қарабал тапсырмалары бойынша тапсырма берген едім, я? Айбек тұра қойшы орнынан. Кеспе қағазыңды оқышы. Берген тапсырманы. Тездетеміз. Авторға хат жазыңыз. Жаздың ба? Ja. Сәлеметсіз Шалкиіз. Үйленші мен сіздің қолауларыңыздың бәрі біртіндеп оқыдым. Шықтым. Ұнады ма? Сабақ ұнады ма? Әрине! Жақсы. Бақыларыңызға құрметті әріптестер, сіздерге де және оқушыларға да сілтеме жіберіп қойдым. Сол бойынша сарби әдісі бойынша кішкене алған әсерлеріңізді тексеріп жазып беріп, аты жөндеріңізді жазып берсеңіздер. Тек аттарыңыз экранға шығып отырады. Бірақ та сабақтағы ойымызбен нақтылап жіберуге уақытымыз жетіспеушілігінде былайша сабақ өте керемет өтті жатыр. Мінекей осындай сияқты кері байланыс шығады. Мен экраннан көріп отырамын. Ал енді балалар сабақты қорытындыға келе, мен сендерді, қазіргі сендерді мынау таныс сурет па сендерге? Таныс суретте? Мынау ненің белгісі? Сабақ өте жақсы, ұнады, түсіндім, өте керемет. Мен сендерді бағалағым деп отыр. Оқушыларды, иә? Келесі мынау әлде ары қарай кішкене дамыту керекпіз, өз-өзімізді деген сияқты. Мынау көмек, яғни біз жан-жағын не істейміз? Жан-жағын көмек сұрау мақсатында мінекей осылар арқылы сендерді бағалағым келіп отыр. Яғни өздеріңде біліп отырсыңдар, кімнің қалай жауап беріп отырғанын. Бағалауға кішкене үлгере алмай қалдым балалар. Өзіміздің сабақта балаларды беріп, сендерді бағалап күнделікті қоямын бағаларыңды. Ал енді балалар, мақсатқа жеттік па? Сөз соңында, сабақ соңында айтарым, өзімнің өлең шумақтарының аяқтағым келіп отыр балалар. Айналайын шәкірттерім, жазайында қалдырайын шумақ. Білім деген өлкеге адам келер шықшында. Қажымай, талмай, еңбек етіп, бал жинаған арадай. Халқың сонда ұсынар, сый-құрметті сырсын бар демекші балалар. Осындай жыраулардың поэзиясымен,
жыраулар әлем әдебиетіне саяхат жасап, өзіміздің тілді қорымызды, сөздік қорымызды молайту үшін біз асыл мұраларымызды дәріптеп, оқып, зердемізге тоқып, жыраулар сияқты өлең жолдарының бұлбұлы болып, ал біз болсақ білім жолының дүлдүлі бола берейік. Осымен сабағымыз аяқталды.